Pinduoduo сайтынан қалаған затымызды қалай іздейміз? Оның түрлі жолдары бар. Біріншіден біз басқа бетке кіргенде Pinduoduo өзі бізге мындай рекомендовать етіп көрсетіп тұрады заттарды. Ол бір қараған затыңыздан кейін сондай заттарды көрсете береді. Одан кейін мына жоғарыда категориялар тізімі тұр. Осы категориялар бойынша қарасақ болады. Бірінші, мысалға, детский киімдер, яғни балаларға керек заттардың барлығы тұр. Бұл жерде киім, аяқ киім, ойыншық, тағы басқа әйтеуір балаларға керек нәрселердің барлығы тұр. Мысалға, аяқ киім іздесек, аяқ киімнің суретін басып кіреміз, түрлі аяқ киімдерді шығарып береді. Ойыншық керек болса, мысалы, ойыншықты басамыз. Мінекей, осылай таба аламыз. Келесі категория аяқ киімдер, сумкалар, аксессуарлар, одан кейін мебель, үйге қажетті нәрселер, ер адамдарға арналған киімдер, әрі қарай іш киімдер, носки деген сияқты женский киім. Осылай категория бойынша ашып қарасаңыз болады. Одан кейін келесі жолы өте қолайлы жол сурет арқылы табу. Мына жоғарыдағы фотоаппараттың суретін бассақ, біздің галереямызға доступ ашылады. Керек затымызды алдын ала суретке түсіріп алып, немесе скрин жасап алып, сол бойынша қарасақ болады. Мысалға, мына етікті суретін қойсақ, осыны сканерден өткізіп, дәл осындай немесе осындай болмаса, осыған ұқсас нәрселерді тауып береді. Осылайша әрқайсысын ашып қарап, таңдап алуымызға болады. Ал қалай таңдайтынымызды басқа сабақта көрсететін боламын. Келесі үшінші жолы поискке жазып іздеу. Қытайша жазу керек болады, сол үшін переводчикті қолданамыз. Міне, переводчикте орысша жазсақ та болады, қазақша қойып, қазақша жазсаңыз да болады, аяғына китайский деп қоя аласыз. Енді мына жерге керек затыңызды жазасыз. Мысалға, не деп жазайық? Шалбар дейік, шалбар дегенді қытайша аударып береді. Енді осыны копировать етіп аламыз. Pinduoduoға барып, жазатын жерге поискке ставить етеміз. Әрі қарай мына клавиатурамыздағы лупаны басып іздей берсек болады. Сонымен қатар осы шалбар сататын магазиндердің рейтингін қарап алсақ болады. Ол үшін жоғарыдағы екі иероглифті басып, қызылдың астындағы қараны басамыз. Енді поискті басамыз. Сонда бізге магазиндердің рейтингін көрсетіп тұр. Осындай шалбар сататын 5 жұлдызды бағалау, 4,5 жұлдыз дейді. Бізге ең жоғарғы бағалау, яғни 5 жұлдызы бар магазиндерге кіріп, соның сатып жатқан шалбарларын қарасақ болады. Осылай кіріп, қалаған заттарыңызды қарасаңыз болады. Міне осылайша өзіңізге керек затыңызды, өзіңізге ыңғайлы, өзіңізге ұнаған тәсілмен қарап тауып алсаңыз болады.